танысамыз. Arduino платформасы негізінде қашан жасалған, қандай порттары бар, түрлері бар. Сонымен бірге алғашқы сабағымыз жарық диоды талғау бойынша және соған программа жазу бойынша балдарыңыздан Arduino Uno платформасы, Arduino Uno, яғни бұл платформа 2005 жылы Италияның Иврея қаласында бастау алған жоба, Arduino жобасының негізінде шыққан. Платформаның атауы Arduino Uno, одан да көп түрлері бар, Mega бар, Nano бар, Arduino. Яғни қазіргі таңда осы Arduino Uno'дан басқа бірнеше түрі бар. Енді мектептерде Arduino Uno'ны қолданады. Неліктен? Себебі Arduino Uno программа жазу алгоритмі, яғни синтаксистер дейді, сол жағынан қарапайым программа жазу бойынша. Сонымен бірге дейтін сандық порттары, яғни алғашқы осы Arduino Uno мен сосын жалпы электроника мен робот техникаға байланысты программа жазумен үйренуге жеңіл. Сондықтан да осы мектептерде Arduino Uno платформасы кеңінен қолданылады. Енді Arduino Uno платформасы яғни порттар дейді, санды порттар екі түрі бар. Біреу аналогтық порттар, ол яғни қабылдау порттары, сонымен бірге диджитал, яғни сандық порттар, бұлар шығару порттары болып табылады. Сандық порттарымыз 0-ден бастап 13-ке дейінгі аралықта орналасқан, 0 мен 13-тің аралығы. Яғни сандық порттардың шығыс порттары, олар дейтін 0-мен және 1-мен жұмыс істейді. Яғни 0 деген токты шығарады, 0 деген ток тоқтатады, 1 деген шығарады токты. Осының арасында шин порттар бар. Яғни 3, 5, 6, 9, 10, 11 деген порттар. Бұл порттар дейтін шин порттар деп аталса, бұл басқа порттар сияқты 0 мен 1 емес, 0 мен 1023-тің аралығындағы цифрларда жұмыс жасай алады. Сондықтан да оларды шин порттар деп аталады. Енді аналогтық порттарымыз бар, қабылдау порттар, бана айтып кеткендей. Бұл порттарымыз дейтін 0 мен 1023-тің аралығында, яғни датчиктерден мәліметтерді алу, қабылдау бойынша жұмыс жасайды. Енді платыны қалай қуаттандырамыз? Платыны қуаттандыру жолдары бірінші USB-шнур арқылы, екіншісі батарейка арқылы, яғни 9 вольттық батарейканың өзі жеткілікті болады. Енді жұмыс жасау токтары. Ток болатын жерде плюс-минус токтары бар. Мінеге қазір сіздерге жақындатып көрсетейік. Яғни 5 вольттық, 3,13 вольт плюс токтарымыз бар, сосын немесе GND. Ground деген мағынаны білдіреді, ол яғни минус. GND порттар 3, біреу 2, сосын мұнда 3-шісі бар. Яғни бұлар минус токтар. Тағы да ескеретін нәрсе сандық порттар, жаңа шығару дейді токта. Бұлардың барлығы да тұрақты түрде 5 вольтты токта жұмыс жасайды, яғни 5 вольт ток шығарады. Соны еске сақтау керек. Егер де біз қолданатын датчигіміз дейтін 3,13 вольтпен жұмыс істейтін болса, онда оған бөлек мұнда портқа жалғаймыз. Сол үшін арнайы бөлек қойған 3,13-ті. Ал енді қалғанына 5 вольттен бастап, аралықтың барлығы да 5 вольтты токты шығарады. Енді Arduino Uno платформамызда рестарт деген бар, яғни ол дейтін қайттан басынан бастату үшін сол жағынан қолданылады. Енді жинағымызда, Arduino жинағымыз, сабағымыздың бәрі де қарапайым. Ең бірінші түрі жарық диодымен жұмыс жасаумен басталады. Алдарыңызда жарық диоды, яғни оның екі аяғы бар, анод және катод. Анод ұзыны, яғни плюс, катоды минус. Осы анод-катодқа контакты жалғау арқылы, сонымен бірге программадан команда беру арқылы біз осы жарық диодтың жануын басқара аламыз. Яғни жанып сөнуі жиілігін, соған байланысты барлығын басқара аламыз. Енді бұл жалпы жарық диодтың жұмыс жасау ток күші 15-20 миллиампердің арасында. Соған байланысты оған қолданатын кедергіміз бар. Яғни Ом заңы бойынша есептеуге болады. Яғни бұнда кедергіміз 220 омдық кедергіні қолданамыз. Бұдан аз кедергіні қолданатын болсақ, біз жарық диодымызды жағып жүруіміз мүмкін. Ал егер бұдан көп қолданатын болсақ, онда резистордың жалпы мақсаты дейтін артық токты жылуға айналдырып жағып жүреді. Сондықтан да біз үлкені қолданатын болсақ, онда ол артығын жағып жүреді, бізге жарық диодымызға ток жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да Arduino жинақтың ішінде келетін жарық диодтар 220 омдық кедергімен, яғни резистормен жұмыс жасайтын болады. Енді қазір жалғауда осыны жалғап, сонымен бірге программасын жазып көрсететін боламыз. Енді программасын өтейік.
программасы Arduino IDE деп аталады. Arduino IDE программасы. Программаның өзінің версиясы бар, ол 1.8.7 қазір бізде орнатылып тұрғаны. Алуға болатын сайт arduino.ss сайттан алуға болады. Сонымен бірге интернеттегі платформа арқылы онлайнда жұмыс жасауға. Яғни бұл Arduino IDE программасы туралы. Енді сіздердің алдыңызда программаның жазылуы. Бұнда яғни дәл қасетте 10 метрлеген, қолдан 10 метр жасаған, оны жасалған 10 метрдің программасының жазылуы. Міндетті түрде жазылған программа бірінші компиляцияға барады. Яғни ол дейтін біздер жазғанымыз әріп қателеріміз жоқ па, қолдануымыз дұрыс па, соның бәрін тексереді. Компиляция жасағаннан кейін төменгі жақта ақпарат шығады біздерге жасалған туралы. Содан кейін дейтін оны біз дейтін жүктейміз. Жүктеу үшін инструментің ішінен платымыз, міне сіздердің алдарыңызда Arduino қандай платтылары бар. Біздерге керегі Arduino Uno, Arduino Uno, Nano, Mega, Leonardo деген түрлері. Mini, Internet, Pure, USB, Arduino, яғни түрлері көп. Сол үшін Arduino Uno'ны біз қолданамыз. Соны таңдаймыз. Сосын дейтін жалғағаннан кейін дейтін бізде дейтін портымыз шығады. Мысалға, қазір мен дейтін оқушылардың жалғағаны осыны жалғап көрсетейін. Қазір сабағымызды жалғастырамыз. Жалған қандағысы. Яғни Arduino платформасының бір қасиеті, яғни соңғы рет ішіне қандай программа салынды, соны орындайды. Мысалға, мұнда дейтін сандық, яғни цифровой сандық арқылы әр сандардың шығуына программа жазған. Құрастырып, міне жинақ бойынша біздер топты бердік, содан кейін арқай ол өзінің қызметін бастап жүргізіп отыр. Яғни соңғы сақталған ішіндегі салыш. Енді бізде дейтін қазір портымыз шығу керек. Порт шықты, COM3 деген, мысалға платымыз COM3 екен. Яғни әр Arduino платының өзінің дейтін COM номері бар. Яғни ол мысалға COM6 болуы мүмкін, оны қазір программаның жазу басында көреміз. Қазіргі сабағымызда жарық диодты жинап, бұдан бағдаршам, светофор сондайды құрастыруға, яғни барлығы да өзіміздің фантазиямызға, өзіміздің қалай елесет программа жазатынымызға байланысты. Бізде жарық диодты жинау. Енді жарық диодты жинау барысында қолданатын лайфхак теория қолданылатын, яғни плюс пен минусты біз шатастырып болмауымыз керек. Яғни мына платаға жалғау басында. Сондықтан да әрқашанда жарық диодтағы анодты өздеріңізді алға ұстағанда, мысалы оң жағыңызға ұстаңыз керек, міне оң жағымда отыр. Әрқашанда себебі ертең дейтін қазір тек қана бір светодиод қой, алдағы жобаларда көп нелерді, датчиктерді, комплектілерді қолданған уақытта қайсы плюс, қайсы минус екенін ұмытып қалып, әрқайсысын бүйтіп суырып қарап отырмас үшін әрқашан солай үйрену керек. Себебі әрқайсында өзінің оң және теріс токпен жұмыс жасайтын катод анодтар бар. Соның барлығында да алғанда яғни оң жаққа алып отырып, осы бағытта жалғау керек, яғни кезеген бағытта. Айтпақшы сіздерге тағы да көрсететін нәрсе ол макетный плата. Яғни бұл платы біздерде дейтін компоненттерді жалғап, сонымен бірге оны платымен байланыстыруға арналған. Енді макетный платының құрылысы. Макетный платы біздерде дейтін жұмыс жасауы. Егер де біздер мысалы A0 деген қатар токпен қамтамасыз ететін болсақ, онда осы қатар тігінен токпен қамтамасыз етеді. Бірақ қасындағы көршісі ол токқа әсер етпейді. Яғни қасындағы көршісіне біз басқа компоненттерді қыстыра аламыз. Егер де біздер дейтін мысалы катод пен анодымызды мұнда плюс минусымызды дейтін, егер осылай жалғап қойған болсақ, мысалы 5-ші жолға жалғап қойдым, онда мен дейтін мына қатарға мысалы плюс токта жалғайтын болсам, онда плюс пен минусын бір аяққа кетіп қалады да, сәйкесінше біздің жарық диодымыз істен шығып қалады. Сондықтан да замыкание болмас үшін екеуін дейтін көрші осылай орналастырамыз. Яғни мына жағын емес ток, мына бой түгілмен, мына бой сәйкесінше плюс ток болып қамтамасыз етеді. Енді жалпы плюс минуспен мында 5 вольт жүйелі дегенде жалғайтын қатарлары. Ол біздерде плюс пен минус, тағы да плюс пен минус. Яғни мына қатарды мен плюспен қамтамасыз ететін болсам, сәйкесінше ол менде мына жерге дейін плюс ток қамтамасыз етеді. Мынадан арғай мына жер ортасы үзік. Яғни бізге дейтін мысалға мына қатарымыз плюс ток болатын болса, толық жалғау керек болса, онда ортасынан мынандай жалғағы сым арқылы қалған бойды токпен қамтамасыз етуіміз керек. Минуста сәйкесінше солай, астындағысы да солай жұмыс жасалады.
Қазір енді қалған дейтін сабақ барысында, жалғау барысында көріп түсінетін боласыздар. Олай болса, бірінші 3 жарықдиодымызды алайық. Сарыны алдым. Жасылым бар. Қызылым бар. Барлығы да оң жағында қарап алдым. Сарыны қондырайын. Жасылды қондырайын. Енді қызыл. Енді әрқайсысына сәйкесінше жеке-жеке кедергі береді. Кедергіні алғанда көпкішілері осылай майыстыр болған жақсы. Енді кедергімен қалай жұмыстануға? Кедергіні жарықдиодтың катодына да, анодына да жалғауға. Себебі бұнда бізде жарықдиодтың жануы біздің программамызға тәуелді. Біз программаны қалай жазамыз, соған жатыр. Ең бастысы біз плюс минуспен, сосын Arduinoмен байланысатын контактіні көрсетсек болады. Сондықтан да интернетте де Arduino жайлы мәліметтер көп. Солардың біреуінде мысалға катодынан жалғау мүмкін резисторды, немесе анодынан жалғау мүмкін. Біздер қазір катодынан жалғайық, сосын алдағы сабақтарда анодынан да жалғаймыз. Бірақ нәтиже біздерде ешқандай да одан өзгермейді. Себебі жарықдиодтың жануын біз содан айтып программамен басқарамыз. Минусты жалғап алдық. Енді деген плюс токтарымыз жалғайды. Плюс токтарымыз сәйкесінше бұл жарықдиодымыз жану үшін қуатымыз оған ток беру керек. Сондықтан да бұл біздерде шығыс яғни сандық портымызға орналасып, шығыс порты салғанда екіге байқап отырған боласыздар. Мен дейтін проводтың мына қата осымай, тек қана мына бесеуіміз болды, 5 контактымыз болды. Сол бесеуден асырмай, яғни сол тұрған бағыттасы. Егер де мен плюсты мұнда жалғаған болсам, мысалы қызылдан мұндан, онда менде контактым бармайды, себебі ортасы үзіліп тұр. Соны ескеріп қою керек. Минусында сәйкесінше көріп тұр. Бір аяғым дейтін мұндан басталды, екінші жүріп минуста мұнда келіп тұр. Енді қазір қуатымызды минусты алайық. Жиенмей, оны мұндағы минусқа береді. Яғни біздер мына контактілеріміз барып тұрғанда плюс токтың қызметін, кедергі арқылы өтіп тұрғанда минус токтың қызметін атқарып тұр. Яғни біздің алғашқы жинағымыз дайын. Олай болса, енді программасына программамыз Arduino Uno'ның, яғни Arduino IDE-дан айтқандай, жоғары жағына бірінші біздер нені енгіземіз, қандай мәліметтер, яғни қандай компоненттермен жұмыс істейміз, ол қай портта соны береміз. Сандық тип, яғни бұның типтері бар. Int деген integer, бүтін сан деген сөз. Яғни 0 мен 1 мен жұмыс істейтін болғандықтан бізге осы integer типі сәйкес келеді. Бірінші жарықдиодымыз мысалға LED 1 деп алайық, немесе green деп алайық. Ол атауды өздеріңіз білесіздер. Ең бастысы LED пен 1 деген арасында пробел болмайды. Барлығы бірге жазылып кетті. Мысалы LED 1 ол менде деген жасылым менде екінші портта орналасқан. Сосын келесі ол да integerмен жұмыс істейтін, ол менде LED 2. Ол менде деген үшінші портым. Сәйкесінше LED 3. Ол менде екінші орналасқан. Ендігі жазып болғаны void setup. Void setup деген, яғни void setup функциясы, бұл функцияның, яғни мына фигуралы жақшылық басталып аяқтаған ортасында тұрған программамыз, ол тек қана бір рет орындалады. Яғни функцияны, тек қана бір рет орындалатын функция, бұл функцияның ішіне біз қолданған жаңа порттарымыз 2, 3, 4 деген 3 портымыз қандай режимде жұмыс істеп соны жазамыз. Pin деген біздің, яғни қондырып жатқан пиніміз айтады. Мод деген режим, яғни қандай күйде жұмыс істеу керек. Соған жазамыз. Pin мод, екінші пинімінде output, бана айтқан сандық порттар шығыс режимде, сондықтан output деп жазамыз.
келесі барлық бейіндеріміз де сол бағытта. Кейін мод, үшінші. Ескеретін нәрсе, кейде 2D емес, мысалға интернетте кейбір программалардың, мысалы LED 1 деген атаумен екеуінде де ешқандай қателік айырмашылығы жоқ. Себебі LED 1-ді біз басына 2-ге теңестіріп алдық. Сондықтан да екі жағдайда да біздің программамыз түсінеді. Так, мына үшіншіден копировать етіп алайын да, көшіріп алып, салайын, біздің қалып тұрған портымыз ол 4. Енді void loop функциясы. Void loop функциясы ол әсінәсін орындалатын цикл. Яғни void setup басында тек бір рет орындалып, әр порттың қандай режимде жұмыс істейтінін көрсетіп беретін болса, void loop'та негізгі біздің, яғни жарық диодымызды жандырып сөндіруді, қаншалықты ұзақ жану керек, соның барлығын осындай программада жазып басқаратын боламыз. Так, енді басқару. Сандық порттарда мысалға бірінші біз дейтін бағдаршам сияқталатын болсақ, жасыл жанады, сосын сары жанады, сосын қызыл жанады. Так, жасыл жанатын болсам, бізде қандай портқа сақтау? Сандық портқа да, бана анда да Arduino платысында да жазу бар, digital деген. Digital write сол портқа қандай не жазылу керек? Қандай команда жазылу керек? Digital write, так, яғни height. Ол деген бізде жоғарғы деген мағынада. Жоғары деген сөз, яғни бір жарық диодына токты береді. Так, ол қанша секунд жандық тұру керек? Делай, мысалға дейтін 1000, яғни миллисекунд, сондықтан да бізде 1000 дегеніміз 1000 деп жазғанмен орындалуында біздің уақытша 1 секунд болса, 1 секунд бойына қызыл жанады. Сосын 1 секундта қызыл жанғаннан кейін біздер қызылымызды сөндіреміз. Ол неше секунд, қанша секунд сөніп тұру керек? Яғни, мысалға 2 минут. Сонда біздің жарық диодымыз да қазір мына неміз жасыл жарық диодымыз 2-де тұрған. Ол дейтін 1 секунд бойына жанып тұрады. Сосын дейтін 1 секунд жанғаннан кейін бір өшеді. Яғни өшуі 2 секунд бар. Қазір бірінші осыны тексеріп қарайық. Сосын қалғаны өздеріңізге түсінікті болады. Осының ішінде осында басқа программа жазылған, орындалғандар сол программа орындап тұр. Себебі біз қысылған портымыз бәрі сәйкес келген. Оның алдында жазылғанда көрсетілген пиндер ғана емес. Енді қазір инструментті қарайық. Инструмент порт неге COM4 екен. COM4 таңдадым. Компиляция басып проверить. Осы программа сақталуымыз керек. Бірден сақталады. Компиляция іске түсіріп жатыр, төмен жанына шығып орындалу процесі қаншалық жүріп жатқаны. Компьютерге де байланысты болады. Компиляцияның ұзақ немесе тез жүруі, яғни компьютеріміз жақсы болатын болса, кейде тез орындалып кетеді. Кейде уақыт алады, яғни орындалу барысында. Компиляциямыз аяқтасын. Программада фигуралы жақша бар. Фигуралы жақша деген сөз ол әрбір яғни программаның иесінің циклдің бір рет орындалатын цикл немесе қайталанған циклдің ішінде программаның басы яғни ашылған уақыт болсын, жабылғаны ол аяқталған уақыт. Ол яғни Паскальда бегін деген деген сияқты. Так, мінекей бізде компиляция аяқталды, компиляция завершена. Қанша процент екен, қанша не екен, данный екен, барлығын бізге көрсетіп берді. Енді программаны жүктейік. Загрузка жүріп жатыр, міне. 1 секунд, 2 секунд сөніп тұр, 1 секунд жанды, 2 секунд сөнді, жанды. Енді сіздерге айтын қалған жарық диодтарды, яғни бағдаршам жүйесі басқаратын болсаңыздар, сандық, яғни digital write, мынау жасылымыз жанып, сосын сөнгеннен кейінгі аралықта келесі қайсысы орындалу керек. Соны ары қарай жазып, яғни осыдан кейін сарының жанып сөнуі, содан кейін баратын қызылдықын сол бағытта жазып, толықтай тапсырманы аяқтауға болады. Ол осы бүгінгі сабағымыз аяқталды.
келесі сабағымызда кездескенше. Рахмет.